Мысықтың құлағын қалай тасалау керек? Егер сізде хирургтың шеберлігі мен ептілігі болмаса, ең дұрысы бұл мәселені мал дәрігеріне тапсырған жөн. Бірақ егер сіз осы қауіпті оқиға туралы шешім қабылдаған болсаңыз, онда үй жануарыңызды күтпеген жерден білуге дайын болыңыз. Басыңызды арыстанның аузына жабыстыру оңайырақ. Бұл қажетті. Жақсы тамақтандырылған мысық немесе жағымды мінезді мысық, құлақ таяқшалары, сутегі асқын тотығы, қайшы, былғары қолғап. Ассистенттің қатысуы жоққа шығарылмайды. Нұсқаулық. 1 қадам. Құлақ бұл мысықтың ең сезімтал жерлерінің бірі, сондықтан барлық аяқтарын, әсіресе артқы аяғын, әрине, тістермен белсенді қарсылыққа дайын болыңыз. Қолғап киіп қайшыны алыңыз да үй жолбарысын астыңызға сәл езіп, артқы аяқтарындағы тырнақтарды абайлап кесіңіз. Тырнақтардың өткір ұштарын ғана кесіңіз, жастықшалар мен саусақтарға зақым келтірмеңіз. Егер қарсылық агрессивті болып қалса, орындаудан бас тартып көмекшінің міндеті біздің науқастың қолдарын ұстайды. Сонымен үй жануарлары мықтап бекітілген кезде, құлақ таяқшасын сутегі асқын тотығымен сулаңыз, және құлақты ұшынан сәл тартып, қабықтың иілу бойымен өтіп, терең ембей, құлақты ақырын тазалай бастаңыз. Бекітілген күйде үй жануарының ашуын білдірудің бір ғана мүмкіндігі бар, алақай. Жүректі сыздататын арияға дайын болыңыз. Егер сіз бәрін мұқият жасасаңыз, онда мысық ауырмауы керек. Оның айқайы бұл жеке зорлық-зомбылыққа қарсы белсенді наразылық. Бір құлағыңызбен аяқтағаннан кейін, екінші операцияны қайталаңыз. Жалпы алғанда тиісті шеберлікпен операция 2-3 минутта алады. Бұл көңілді ойыншықтар өздерінің энергиясымен, осындай балаларға деген байыпты мінезімен, сүйкімді қыңыр жүзімен және тік тұрған құлақтарымен баурап алады. Мысығыңыздың құлағын қалай тазартуға болады? Сау жануарда құлақ таза болуы керек. Алдын алу шарасы ретінде үй жануарларын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер сіз қара қоңыр күкірттің, қызарудың, жағымсыз иістің немесе бөртпенің айтарлықтай мөлшерін байқасаңыз, ветеринарға хабарласыңыз. Нұсқаулық. 1 қадам. Сау жануар кейде эстетикалық мақсаттар үшін құлақтарын тазалауы керек. Мысалы, сіздің үй жануарларыңыз көрмеге қатысуы керек болса,